Айдананың қуыршағы. 3 бөлім. Ертеңіне Айдана бөлмесінен 2 қуыршақты бірдей көтеріп шықты. «Қызым, оны алып қой, сындырып аласың», деп анасы қызының қолынан теңіз жағасынан тапқан қуыршағын алғысы келіп еді. «Анашым, ол түнімен жылап шықты», деді Айдана өтіне қарап. «Ту, қызым-ай, онда ертеге сене берме, әкелші өзін», деп еді. Қызы шегіншектеп кетті. Бермеді. «Ал ол түнімен жыласа, күндіз неге жыламайды? Біз неге оның жылағанын естімейміз, а?» деді анасы шарасыздан. Іштей қызын уайымдап тұр. Оны қуыршақ жылайды деген ойдан арылтқысы келді. Айдана қуыршағын құлағына тосты. Шынымен тым-тырыс. Тіршіліктің белгісі білінбейді. Таңғы ас үстінде анасы: «Осы балалар неге сенгіш келеді? Мына қызың түнімен жылап шықты деп, теңізден тапқан қуыршақтан айрылмай отыр», деді күйеуіне. «Ол баяғыда қурап қалды емес пе?» «Қурап қалғаны несі?» деді Айдана анасының сөзіне түсінбей. «Бұл теңізде өседі. Сусыз тіршілік ете алмайды. Судан шығып қалса, тез өліп қалады», деп анасы әр сөзін нығырлап айтты. «А, онда ол су іздеп жылаған ғой», деген Айдана қуанып кетті. «Оны суға салып қояйықшы, сонда жыламайтын шығар». «Сөйтіңдер, суға салып қойыңдар, сонда жыламайды», деді әкесі қысқа ғана. Әкесі бұл әңгімені соза бергісі келмеді. Былтыр Айдананың анасы жаңа үйге көшкенде балық өсіреміз деп аквариум сатып алған еді. Сол аквариумға су толтырып теңіз қуыршағын ішіне жіберді. Қуыршағын бірден жүзе жөнелетін шығар деп күткен еді Айдана. Су түбіне жайлап қонған қуыршағы тырп етпеді. «Менің бөлмеме қояйықшы, ол тағы жыласа жұбатамын», деді қыз. Анасы амалы таусылған адамдай күйеуіне қарады. «Бала ғой, барлық бала осындай болады», деді әкесі жай ғана. «Саған бәрі оңай, мынаны бөлмесіне апарып орналастыр онда», деп сөйлеген анасы іштей аквариумды өзім бақылаймын деп шешті. Кешке қызын ұйықтатып бөлмесінде ұзақ отырды. Анасы айтқан ертегінің қызық болғаны сондай, Айдана тез ұйықтап кетті. Қара көлеңке бөлмеде ол су ішінде тым-тырыс жатқан қабыршақтан көз алмай қарап отырды. Ауық-ауық, қайдағы қозғалыс, қайдағы жылау? Менің көзімше қозғалар дейсің бе? Мына қыз ертегіні тыңдай-тыңдай қияли болып кеткен шығар, деп күбірлеп қызының үстін қымтап жауып жатты да, артында біреу тұрғандай селк етті. Қараса, су ішіндегі қуыршақ әйнектің ар жағынан жалпиып, үлкен боп көрініп тұр екен. Денесі мұздап кеткен ол тез ес жиды. «Ай сәулесі мынаның бет-аузын арбитіп жіберіпті ғой», деп сөйлеп жүріп, терезе жапқышын дұрыстады. Бөлме іші тас қараңғы болды. Тек қызының пыс-пыс етіп ұйықтаған дыбысы естіліп тұр. Ол бөлмеден тез шығып кеткісі келді. Кенет су шолп етті. «Ойбай көтек», деп шошына шегіншектеп барып, шкафқа соғылды. Су тағы да шолп етті. Бұл жолы ол қатты шошыды. Шошығаны сондай гүрс етіп құлап түсті. 3 бөлімнің соңы. Жалғасы бар.